Сәлеметсіздер ме? Біздің подкастқа қош келдіңіздер. Бүгін бізде студияда Олжас. Олжас, қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгін біз өте өзекті мәселелерді қозғайтын боламыз. Бұл климаттың өзгеруі Қазақстан жеріндегі мал шаруашылығына, егін шаруашылығына, ара шаруашылығына және шаруа қожалықтарына әсері туралы айтатын боламыз. Және де бұл тек қана ауыл шаруашылығына ғана емес, азық түлікпен қамтамасыз ету қауіпсіздігіне де әсер етіп жатыр. Сондықтан осы тақырыпта әңгіме қозғайтын боламыз. Алғашқы сұрақ, климаттың әсері егін шаруашылығына, егістікке қалай әсер етіп жатыр? Иә, өте көп өзгерістер байқалып жатыр. Қазіргі уақытта көп дағдарыстық үрдістер орын алып жатыр. Солардың бірі көктемнің ерте келуі, яғни қар еріп, тез еріп кеткендіктен топыраққа сіңіп үлгермейді, сондықтан топырақ қатты күйінде қалады. Сөйтіп өсімдіктер әлсіреп, осындай жағдайға түсіп жатыр. Және осы күйде бірден келген суыққа, ауа райының тез өзгеруіне шыдай алмай жатыр. Яғни қазіргі уақытта жылы болып тұрып, бірден суық болғанда, аяз болғанда, плюс 30 градустан минус 10 градусқа дейін температура бірден төмендеп кеткен кезде, жаңағы өсімдіктердің енді өсу кезеңі тоқтап, олардың өсуіне соққы болады. Дұрыс айтасыз, бұл жай ғана ауа райының өзгеруі емес, бұл жылу ресурстарының өзгеруі. Қазақстанда орташа температура өзгереді деп болжануда, және де жауын-шашын мөлшері де болашақта өзгереді. Оңтүстіктегі Жамбыл, Түркістан облыстарында құрғақшылық қатты байқалып жатыр. Бұл әрине сол жақта өсетін мақта және қант қызылшасы сияқты су ылғал сүйгіш дәнді дақылдардың өсуіне шектеу болып тұр. Дәнді дақылдар да зардап шегуде. Мысалы, бидай үшін оңтайлы өсу температура аралығы 10-26 градус Цельсий болып табылады. Және де бұл диапазоннан шыққанда гүлдену кезеңінде әсіресе дәннің толысуы тоқтайды, және де осы өнімділікке тікелей әсер етеді. Климаттың өзгеруімен қатар егістік экологиясы да өзгеріп жатыр. Жауын-шашын мен жылу режимінің өзгеруіне сәйкес зиянкестер, арамшөптер, яғни патогендер пайда болуда. Олар бұрын болмаған жерлерде пайда болып, үлкен мәселеге айналып жатыр. Бұл пестицидтер мен химиялық тыңайтқыштарды көп қолдануға келеді. Соның әсерінен өнім сапасы төмендейді, экологияға әсер етеді. Демек, екі есе соққы болып табылады. Иә, дұрыс айтасыз. Климаттың өзгеруіне қарай топырақтың да құрамы өзгере бастайды. Яғни оның ішіндегі органикалық заттары жоғала бастайды, ылғалы азаяды және де сонымен қатар қасиеті нашарлай бастайды. Тағы бір айта кететін маңызды мәселе бұл орман алқаптары. Яғни бұрын даланы желден, эрозиядан сақтап тұрған қарағайлар қазір ылғалды қыстың және температураның бірден түсіп, бірден көтерілуінің салдарынан саңырауқұлақ ауруларына шалдығып жатыр. Иә, саңырауқұлақтар ағаштарды зақымдап, орман алқаптарын тез жойып барады. Соның әсерінен жел эрозиясы болып жатыр, және де көлеңке азайып, бұл өз кезегінде өнімге жанама әсер етіп жатыр. Енді мал шаруашылығы, жайылым және шаруа қожалықтары туралы сөз қозғайық. Бұл ең осал секторлардың бірі. Қазақстандағы жайылым, шабындық жерлер көп болғанымен, ол өте үлкен деградация ұшырап жатыр қазіргі уақытта. Иә, ресми деректер бойынша Маңғыстау, Ұлытау, Атырау, Жамбыл және Түркістан облыстарындағы жайылым жердің 90% өте нашар жағдайда. Және бұл еліміз бойынша өте нашар көрсеткіш. Өкінішке орай 20-30 жыл бұрын мал шаруашылығында көшбасшы болған облыстар қазіргі уақытта сондай мал өсіре алмай отыр.
Бірақ мәселе тек осы облыстарда ғана емес, фермерлер жем шөпті дайындай алмай отыр қазіргі уақытта. Бұл қалтамызға өте қатты әсер етеді. Мынау құрғақшылықтан, жоғары температурадан жайылымдар деградацияға ұшырап, өте үлкен өзгерістер орын алып жатыр қазіргі уақытта. Сонымен қатар температураның жоғарылауы малдардың стрессін тудырады. Нәтижесінде оларда сүт өнімділігі төмендейді, қойлардың өсуі баяулайды және де малдардың санының қысқаруына әкеледі. Бұрынғы кеңес заманындағы өсірген мал санын қазіргі уақытта өсіре алмай отырмыз. Иә, бұл экономикалық тұрғыдан да сезіледі. Кеңес заманында өсірген мал санына қазір біз жете алмай отырмыз. Фермерлердің алдында олар жалғыз шеше алмайтын күрделі мәселе тұр. Экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Өйткені жем шөпті сатып алу керек. Ал бұрын өскен жерлері деградацияға ұшыраған. Сайып келгенде бұл қалтаға соққы болып тиеді. Келесі мәселе бұл бал аралары. Неліктен ара шаруашылығы климаттың өзгеруіне ерекше сезімтал болып келеді? Біріншіден, қыс мезгілінің жылынуы. Аралар ұяда ыстыққа шалдығады, дұрыс қыстау режиміне кіре алмайды, май қорын босқа жұмсайды, көктемнен әлсіреп шығып, аман қалу мүмкіндіктері төмендейді. Екіншіден, жаңа зиянкестер мен өсімдік ауруларына қарсы пестицидтердің көп қолданылуы. Бұл тозаңдандыратын, бал жинайтын араларға тікелей соққы болып табылады. Нәтижесінде өсімдіктердің өнімділігі төмендейді. Демек, бұл тұйық шеңберді құрайды ғой. Химиялық қоспаларды қолдану бұл аралар мен топыраққа зиян келтіреді. Ал аралардың жағдайы бұл өсімдіктерге тікелей әсер етеді. Тағы бір алаңдатарлық үрдіс бұл климаттық аймақтардың жылжуы. Климаттың өзгеруі жалпы өсімдікке, мал шаруашылығына ғана емес, бұл жәндіктерге, өрмекшілерге, жыландарға да әсер етіп жатыр. Қазақ даласы мен шөлейт жерлері өз географиясын өзгертіп жатыр қазіргі уақытта. Бұрын суық және құрғақ болған жерлер қазіргі уақытта жылыну үстінде. Иә, мысалы, улы өрмекшілер, фаланга, қара құрт сияқты жәндіктер бұрын болмаған аймақтарда пайда болып, шаруа қожалықтарына және де қарапайым адамдарға қауіп төндіруде. 2022 жылы Алматыда фаланга өрмекшісі кездесе бастады. Бұл оның ареалының солтүстікке және қалалық аймақтарға қарай жылжып жатқанын көрсетеді. Мұның бәрі жаңа қауіп қатердің айқын көрінісі. Фермерлер мен жергілікті тұрғындар енді тек климатпен ғана емес, бұрын болмаған экологиялық қауіптермен де бетпе-бет келіп отыр. Сондай-ақ жыландардың саны да артып келеді. Гюрза, шығыс далалық сұр жыланы, сондай сирек кездесетін жыландар көбейіп жатыр қазіргі уақытта. Климат экстремалды өзгеруде, өрт, бұршақ, су тасқыны көбеюде. Иә, өрт жайылымдарға, орман алқаптарына, ауылдарға үлкен қауіп төндіреді. Адам факторына балайды көбінесе осы өрттерді. Бірақ та көбінесе өрттер статистика бойынша 50% бұл найзағайға байланысты екен. Ал 4-тен 1 бөлігі ғана адам іс-әрекетінен пайда болады екен өрттердің. Көрермендерге найзағайдың өрттің басты себебі екенін түсіндіріп өтсек. Құрғақ найзағай бұл жаңбырсыз немесе аз жаңбырмен бірге жүретін найзағай. Ол ауа температурасы 30 градустан жоғары кезде және де салыстырмалы ылғалдылықтың 30-40% болған кезінде орын алады. Сол жағдайда жаңбыр жерге жетіп үлгермей буланып кетеді. Әдетте бұл үрдіс қатты желмен бірге жүреді. Нәтижесінде шаң көтеріліп, өрттің тез таралуына әкеліп соғады. Соңғы жылдары осындай құрғақ найзағайлардың саны артып келеді. Бұл климаттың өзгеру және құрғақшылық аймақтарының кеңеюімен тікелей байланысты. Иә, кенеттен болған өрт бұл жем-шөп базасын, мал басын және ара ұяларын жойып жібереді. Соның салдарынан бұл адамдарға
және табиғатқа үлкен шығын әкеледі. 2024 жылы еліміздің 17 облысының 10 облысында су тасқыны орын алды. Су тасқынында кем зиян емес, оның әсерінен мынау топырақтың құнарлы қабаты шайылады, және де өсімдіктерді өсіретін жерлердің инфрақұрылымы бұзылады. Иә, сонымен қатар бұршақ пен дауылдар да жиілей түсті. Бұл егіс алқаптарындағы өнімдерді ғана емес, бұл шаруалардың жылыжайындағы өсіп тұрған өнімдерді де жойып, егу жиын жоспарларын бұзады. Қорыта айтқанда, климаттың өзгеруі бұл кездейсоқ мәселе емес. Бұл Қазақстан ауыл шаруашылығының бүгінгі шындығы. Ол топыраққа, малға, өнімге зиян тигізуде. Және де улы зиянкестердің пайда болуына әкеліп соғады. Сондай-ақ құрғақшылықтың жиілеуі өнімнің азаюына, жайылымның тарылуы мал басының кемуіне әкеліп соғуда. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл қазіргі уақытта біздің шындығымыз. Дайын шешім жоқ, бірақ біз осы мәселенің шешімін табуға ұмтыламыз, және де осы проблемамен, осы мәселемен айналысатын, осы мәселені көтергісі келетін, талқылағысы келетін адамдармен сұхбат жүргізуге әрдайым дайынбыз. Осы тақырыпқа қызығатын әр адаммен диалог құруға дайынбыз. Осымен біздің подкастымыз тәмам. Назарларыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.